Сәлем достар, бүгін сіздермен бірге цезарь салатын дайындайтын боламыз. Барлық адамның сүйікті салаттарының бірі. Сіздер де жасап көріңіздер. Бізге қажет заттар: пекин капустасы, индейка, жұмыртқа, қызанақ. Қызанақтың орнына чили помидорын қоссаңыздар да болады. Лимон, чеснок, сыр және майонез қажет болады. Ең алдымен капустаны жұмсақ жерін алып, қатты жерін тастаймыз. Қызанақты алып осылай турап аламыз. Жұмыртқаны алып турап аламыз. Индейканы алып видеодағыдай турап шығамыз. Тауықтың төс етін қолдансаңыздар да болады. Чеснокты алып майдалап турап ыдысқа саламыз. Чеснок пен майонезді араластырып, салатымызға қосып, жақсылап араластырып аламыз. Кішкене тұз себеміз. Салатты ыдысқа салып, кептірілген нандарды бетіне қойып шығамыз. Үпкіштен өткізілген сырымызды үстіне сеуіп шығамыз. Осымен біздің салатымыз дайын болды. Өте әдемі, өте дәмді салаттардың бірі. Сіздер де жасап көріңіздер. Менің арнама тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Сау болыңыздар.